Асыларман халқы қаншама жыл армандаған мектеп енді бой көтеріп, жақында қолданысқа беріледі-ау деп жатқан кезде, бұл білім ошағына қатысты тағы бір мәселе туындады. Бейресми деректерге сүйенсек, менің артымда тұрған мектеп ашылған соң, мұндағы оқушылар ақылы түрде білім алмақ. Ал бұл қаншалықты рас? Осының мән-жайын білу үшін Қарасай аудандық білім бөлімінің өзінен ресми жауап алуды жөн санадық. Әсел Әулиеқызы, енді бүгінгі біздің басты қозғайтын тақырыбымыз Асыларман тұрғын үй кешеніне арналған мектеп жайында болмақ. Енді соңғы қауесетке ресми емес ақпараттарға сүйенсек, қазіргі салынып жатқан мектеп болашақта ақылы болады деген ақпарат тарап жатыр. Осы қаншалықты рас, өтірік, соны өзіңіз нүктесін қойсаңыз. Өте жақсы, қазіргі таңда актуалды сұрақтардың бірі. Өздеріңіз білесіздер, Асыларман тұрғын үй кешенінде қарасты жерде мемлекет тарапынан арнайы мектеп салу үшін жер қарастырылған. 2019 жылы Білім және ғылым министрлігінің қаржы орталығы және Адвента жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Қарасай ауданының білім бөлімі осы үш органның арасында өзара жұмыс туралы жаңағы келісім шартқа қол қойылған 2019 жылы. Ол келісім шарттың 3-ші пунктіне сәйкес, бұл жерде 3-4 пунктінде жазылған болатын. Мемлекеттен әр бала басына, жан басына шаққандағы қаржыландыру арқылы барлық балаларды тегін оқытумен қамтамасыз ету туралы қол қойылып, осы келісім шартқа қол қойған болатын. Бүгінгі күнге Адвента салған жекеменшік мектепке мемлекеттік тарапынан тек қана тегін жер беріліп қана қоймай, сонымен қатар барлық коммуникациялар тегін тартылып жатыр, және жол, жарықтандыру мәселесі тегін түсірілетін болады. Оны қазір қарастырып, әкімдік мәселені шешіп жатыр. Сонымен қатар Адвента жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне мемлекет тарапынан қаржыландыру ұсынылып отыр. Ол әр балаға жан басына шаққандағы қаржыландыру мәселесі. Сондықтан ол кісілер бүткіл құжаттарын реттегеннен кейін сол конкурс арқылы қатысып, сол қаражатқа балаларды тегін оқытуға міндетті. Қазіргі таңда Алматы облысы әкімдігі, Алматы облыстық білім басқармасы тарапынан осы мектептің құрылысын жүргізген жаңа кәсіпкерлермен келісім шарттар, келісім сөздер жүргізіліп жатыр. Әлбетте ол жекеменшік мектеп болғандықтан, жаңағы мемлекеттің қаржыландыруына байланысты балаларды мемлекеттік стандартқа сәйкес тегін оқытады, бірақ қосымша балалардың ата-ананың сұраныстарына сәйкес қосымша ақылы қызмет ұйымдастыруға ол кісілердің құқы бар. Мысалы, кез келген үйірмелер, спорттық секциялар, тағы да тіл дамытушылық бағытында ол міндетті түрде ата-ананың келісімімен өзара келісім шарт арқылы оны ұйымдастыруға ол кісілер құқылы. Ол енді ата-ананың таңдауы. Ата-ананың таңдауы бойынша, ата-ананың сұранысы бойынша. Демек, қазіргі уақытқа дейін әлеуметтік желіде немесе басқа да бақ көздеріне тарап жатқан ақпаратқа сенудің қажеті жоқ. Әрине, ол ақпараттарға сенудің қажеті жоқ. Кез келген ақпарат ол ресми түрде берілетін болады. Жақсы, рахмет. Енді бұл мектеп әу баста айтылған 2000 балаға оқушыға арналған мектеп. Демек, алдағы уақытта мектеп қолданысқа берілген жағдайда ата-аналар алаңсыз күйде балаларын тегін оқытуға болады. Әбден мүмкіндіктері бар. Рахмет ақпаратыңызға көп-көп. Рахмет.